Ал балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы Керқұла атты Кендебай ертегісі. Сабағымыздың мақсаты кейіпкерлерімізді бүгінгі күндегі адамдармен салыстыру және біздің кейіпкерлерімізге хат жазу. Өткен сабақта біз Керқұла атты Кендебай ертегісінің мазмұнымен таныстық. Солай ма? Тамаша тапсырмалар орындадық. Жақсы таныспыз ғой? Ертегіні жақсы білеміз бе? Білеміз. Жақсы. Ал ендеше кәнекей тест тапсырмаларын орындап көрейік. Кендебай алып бала болып өседі. Іңкәр? Дұрыс. Кәне тексерейік. Дұрыс. Кендебай өз әкесін жау қолынан құтқаруға аттанады. Бұрыс. Дұрыс екен, я? Кендебай алтын құйрықты құлындарды іздеу жолында арыстанмен айқасады. Қуаныш? Дұрыс. Дұрыс. Келесі. Бос орынға қажетті сөзді қойыңыз дейді. Кендебай жетім қалған баланың әкесі кімді құтқаруға аттанады? Аида? Кендебай батырды құтқаруға Ал аттанады. кәне көрейік. Жақсы. Аида дұрыс жауап берді. Ал кәнекей балалар, келесі тапсырма. Бірнеше дұрыс жауапты белгілеңіз дейді. Түсінікті ме шартты? Түсінікті. Ендеше Керқұла атты Кендебай ертегісіндегі қаскөй күштер. Асыләлей. Болт. Кәне көрейік. Жақсы. Келесі. Айғаным. Көкжал бөрі. Көкжал бөрі. Ая. Жеті басты дау. Жеті басты дау дейді көрейік. Жақсы. Бар ма тағы да? Аида? Тамаша. Осылар, я балалар? Сабақ мазмұнына байланысты 10 сұрақтан тұратын тест. Керқұла атты Кендебай ертегісі ертегілердің қай тобына жататынын көрсетіңіз. Қиял ғажайып ертегі, жан жануарлар туралы ертегі, шыншыл ертегі, аңыз әңгіме дейді. Қуаныш. Қиял ғажайып ертегі. Ал кәнекей тексерейік, қабылданады. Өте жақсы. Келесі. Кендебайдың тұлпары Абдылғани. Керқұла. Тамаша. Кендебайдың әкесінің есімі? Сәмір. Қазанғап. Жақсы. Кендебайдың сапарға аттануының себебін көрсетіңіз дейді. Не үшін аттанды? Кәнекей айта ғой, Аида. Себебі Кендебай батырды құтқару үшін. Жақсы. Кәне? Дұрыс. Келесі. Кендебайдың хан сиырларын өзеннен қалай өткізбек болғанын табыңыз. Өзен арнасын бұрып, Жол ашпақшы жол болды. ашпақшы болды. Кәне? Дұрыс емес. Ал кім дұрыс жауап айтады? Аршын. Ол сиырларды бір-бірден лақтырады. Ал тексеріп көрейік, кәнекей. Дұрыс екен. Ханның Кендебайды қайда жұмсайтынын көрсетіңіз. Дұрыс. Ералы. Алтын құйрықты аттарды алып келуге. Ал тексерейік. Тамаша. Келесі. Кендебайға ақыл беріп жол көрсететін серігін атаңыз дейді. Оны бәріміз білеміз балалар. Ал Тоғжан. Керқұла. Ал тексеріп көрейік. Тамаша. Дұрыс. Астындағы тұлпары. Келесі. Алтын құйрықты құлындарды әкелген соң Кендебайдың тілегін естіп, оған қандай шарт қоятынын көрсетіңіз. Жеті басты дәумен ақырған арыстанды өлтіру. Тау тайдақпен жалмауызды өлтіру. Мыстан кемпірмен айдаһарды жою. Сиырларын өзеннен өткізіп беру. Ал қандай шарт қояды? Сәмір. Жеті басты дәумен ақырған арыстанды өлтіру. Тамаша. Кәне? Дұрыс. Ертегінің қиял ғажайыптық сипатын анықтаңыз. Түсінікті ме сұрақ? Түсінікті. А жауабы. Қазанғаптың алып күші, хан қызы мен алтын құйрықты құлындар,
Мергенбайдың баласы мен тұлпар ат, және 7 басты дәу ақырған арыстан дейді. Кәнекей, айта ғой, Ақнұр. 7 басты дәу және ақырған арыстан. Кәнекей көрейік. Дұрыс балалар. Осымен барлық тапсырмаларды орындадық балалар. Жақсы қатыстық. Жауаптарын дұрыс бере білдік. Сондықтан да бәрімізге кәнекей бір қол шапалақтау. Тамаша. Ал кәнекей балалар, үй тапсырмасы ретінде бізге көрініс дайындау керек болатын. Қанша көрініс? 2 көрініс, иә? Дайынбыз ғой? Дайынбыз. Ал ендеше бірінші көріністен бастайық. Бірінші көрініске бізге шығатын автор кім? Әмина. Кендебай батыр рөлінде бізде Ералы және бала. Бала бізде Тоғжан. Ал Күндердің бір күнінде Кендебай аң аулауға шығады. Ол ұзақ жүреді. Бір кезде ол қозысын бағып жүрген баланы көреді. Баланың қасына келіп қарайды. Бала еңіреп жылап жатыр екен. Көзің жасы, көңілің қайғылы, не еткен жақсың? Деп сұрапты. Алдықтаған анамды алса, төгілмей ме ұрысын? Асқар тауды әкенді алса, көрген күнің құрысын? Деп жауап береді. Не болды? Жөндеп айтшы. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға келдім. Бізге 4 жыл жау тиіп, мал қалмағандықтан бүкіл бәрін айдап кетеді. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ол ұзақ шорттан кейін ол 6 күнге қатар мен ұйықтайтын. Осы ұйықтап жатқан кезде жау әскері оны байлап алып кетеді. Анам оны арашаламақ болып, оның артынан барады. Жау әскері оны да байлап алып кетеді. Мен жетім қалдым. Киімім жоқ болғаннан, ішерге асым болмағандықтан, мен амалсыздан Тасқарабайдың қозысын бағып жүрмін. Олай болса жылама. Мен әке шешемді іздеп тауып берейін. Депті. Бала қатты қуанып кетіпті. жақсы балалар, керемет. Орындарымызға отырайық. Ендеше екінші көріністі тамашалайық. Екінші көрініске бізде автор Аида келсін. Хан рөлінде Сұлтан. Жылдамырақ балалар. Кендебай рөлінде Сәмір және ханның балалары Қуаныш пен Әбдуғани. Ала ғой. Ертеңіне таң сәріде хан 2 баласын шақырып алып, не көргендерін сұрайды. Балалары тұрып, әке, бие құлындаған жоқ, еш нәрсе болған да жоқ, деп жауап береді. Хан тағы да таң қалып отырған кезде есіктен Кендебай кіріп келіп, Дат тапсыр, дейді. датың болса айт. Деді хан ақырып. Мен айтсам, олардың айтып отырғаны өтірік. Түн ортасында олар ұйықтап қалыпты. Ал мен болса, олардың көзіне көрінбей, мен де күзеттім. Ал бие құлындады. Ол алтын құйрықты құнды жүнді құлынды туады. Сосын аспаннан бір бұлт түйіліп, сол құлынды алып кете береді. Мен оның құйрығынан шап беріп ұстап алдым. Ал аспанмен түйіліп кеткен үлкен құс сол құлынды алып кетті де, құйрық менің қолымда қала берді. Деп сөздің аяғын күтпей, Құйрық қайда? деді. Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен сол құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой, міне құйрық. Деді де Кендебай қойнынан алтын құйрықты шығарған кезде үйдің іші жап-жарық болып кетеді. Ал ханның 2 балалары ұяттан жерге қарайды. Қазір үшеуіңде іздеп шығып, құсты да, қонды да тауып әкелесіңдер. Таба алмасаңдар, менің маңыма көрінмеңдер. Деді хан. Ал жақсы балалар, 2 көріністі тамашаладық. Енді біз көрініске атауын береміз және көрініс бойынша талдау жүргіземіз. Түсінікті ме? Кәнекей, бірінші көрініске қандай ат қояр едіңдер? Қандай ат қояр еді? Кәнекей, кім айтады? Диас. Яғни қандай ат қоямыз? Кендебайдың
жаңағы жетім балаға көмектескені. Дұрыс, Кендебайдың жетім балаға көмектескені. Тағы қалай қоюға болады? Кендебай. Қырмызы. Кендебайдың мейірімділігі. Кендебайдың мейірімділігі жақсы. Әмина. Кендебайдың қамқоршылығы. Өте жақсы. Кендебайдың қамқоршылығы дейді. Тағы бар ма Сұлтан? Кендебайдың батырлығы. Дұрыс, Кендебайдың батырлығы жақсы. Бұлардың барлығы да осы көрініске лайық екен. Ал екінші көрініске қандай ат берер едіңіздер? Екінші көрініске Анель. Ұлдардың ұяты. Ұлдардың ұяты. Жақсы. Өтірік өрге баспайды. Өтірік өрге баспайды дейді. Тамаша. Асырәли. Кендебай мен алтын құйрық. Кендебай мен алтын құйрық. Айғаным. Ханның сөзі. Ханның сөзі. Қуаныш. Ханның қаталдығы. Ханның қаталдығы дейді. Тамаша. Осылардың ішінен енді дөп түсіретін тақырыптың біреуін таңдайық. Қайсысын түсіреміз? Сұлтан. Өтірік өрге баспайды. Өте жақсы. Өтірік өрге баспайды. Келісеміз бе? Келісеміз. Біз екінші көрініске қойып отырмыз ғой. Ендеше бірінші көрініс. Бірінші көрініске Іңкәр. Кендебайдың батырлығы. Кендебайдың батырлығы. Болады екен? Жақсы. Енді біздің екінші шартымыз. Бағалайық балалар. Екі көріністі біздің оқушыларымыз қалай ойнап шықты Кәнеке. Ал Кәнеке, Қуаныш. Маған екінші көрініс қатты ұнады. Сұлтан мен Сәмірдің ойыны осы оқиғадай және осы кітапта өзі болғандай сияқты ойнаған. Маған екі көрініс те ұнады да. Бірінші көріністе Тоғжан өте жақсы ойнады. Ал екінші көріністе ол неден көріністен өтірік айтсаң да оны бәрі біліп қоятыны үйрендік. Соны түсіндіңдер. Тамаша. Тағы да бар ма бала айтатынымыз? Сұлтан. Маған екінші көрініс ұнады. Яғни балалардың ойнаған Абдулғани мен Қуаныштікі, олар ұялғаны, рөлге кіргені. Тамаша. Рөлге кіре білді, иә? Жақсы, Сұлтан, жақсы. Кәнеке, Ақнұр. Маған екінші көріністегі автор ұнады, яғни Әмина. Әминаның сөйлеу мәдениеті өте жақсы болды. Бота айтам дейді? Маған Әминаның сөз мәдениеті қатты ұнады. Қатты ұнады. Тамаша бала, жарайсыңдар. Маған ал Анель. Маған бірінші де екінші де көрініс ұнады. Несімен ұнады? Өйткені бірінші көріністе Аида өте жақсы автор болды. Автор болды. Ал екіншісінде Сұлтан өте сондай хан болды, сондай жақсы Хан рөлін жақсы шығарып берді ме? Шынымен хан отырғандай болды, иә балалар? Ал Кәнеке балалар, енді осы ертегі кейіпкерлерін бүгінгі күндегі адамдармен салыстырып көрейікші. Аида. Мен Кендебай батырды алар едім. Себебі ол қамқоршыл, мейірімді, менің достарым сияқты да. Ол өтірік айтпайды. Менің достарым да сондай. Тамаша. Әмина, Ақнұр, Бота, Тоғжан. Тамаша. Кәнеке, Қуаныш. Және Кендебай батырмен сізді салыстыратын. Қалай? Өйткені Кендебай мейірімді, көмекшіл, бәріне көмектесіп жүріп, өзі көңілді болып жүреді. Ертегі ұнады ма? Иә. Кейіпкерлер ұнады ма? Иә. Сондықтан да біз ертегінің кейіпкерлерінің біреуіне хат жазамыз. Жазамыз ба? Иә. Ендеше кірісеміз хат жазуға. Ертегі әлемнің қызығында
оңай болды ма? Кім Канекеге қандай хат жазды екен? Кім оқып береді? Іңкәр оқи ғой. Сәлеметсің бе, Кенжебай? Мен ертегідегі сені әр қырынан таныдым. Сенің істеген барлық ерліктеріңді оқып білдім. Сенің ерлігің бізге үлгі. Біздің заманымызда сен сияқты үлкенге, ізет, кішіге құрмет жасайтын балалар көп болса екен. Сенен көп үлгі алдық. Көп рахмет, сәлеммен Іңкәр. Тамаша, Іңкәр, тамаша. Канеке, тағы кім оқиды? Абдулғани. Құрметті Кенжебай, мен сіз туралы ертегіні оқыдым. Сіз өте батыл, мейірімді, қамқор адам екенсіз. Мен сіз секілді адамдар болсын деп düşündüm. Тамаша, Абдулғани. Канеке, тағы кімдер жазды? Кенжебайдан басқа жазғандарыңыз бар ма? Оқи ғой, Амина. Амина, кімге жазды екен? Керқұла ат. Керқұла атқа жазыпты қалар, алтындай. Менде Керқұла аттай ат болса, мен қатты қуанатын едім. Мені осы мәтіндегі бір жер таңғалдырды. Керқұла аттың сөйлеп кеткеніне мен қатты таңғалдым. Себебі ол сөйлеп кетті. Егер менің осындай атым болса, мен қиындықтарға тап болмайтын едім. Адамдарға көмектесетін едім. Қиындықтар болса, атымнан сұрайтын едім. Тамаша, жақсы. Канеке, Айғаным, балалар тыңдайық. Сәлеметсіз бе халық? Мен сізге бір сұрақ қояйын деп едім. Сіз осы ертегіні қандай мақсатпен жаздыңыз? Менің тағы айтарым ханның екі баласынан. Сендер өтірікті неге айтайсыңдар? Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық деген Бауыржан Момышұлы жазған қанатты сөзі бар. Сондықтан ешқашан өтірік айтпауға тырысыңдар. Тағы мен Кенжебай батырға сөз айтқым келді. Кенжебай, сен өте мықтысың, өте ақылды және ешқашан қорықпайсың. Өз елің үшін ешқашан артқа қадам баспайсың. Отан үшін отқа түс күймейсің деген мақал мәтел бостан босқа айтылмаған. Көбінесе біз Кенжебайға жазыппыз хат, иә? Өйткені бұл ертегіде ең көп ұнағаны кім екен? Кенжебай. Жақсы. Сонымен балалар біз сабағымызды қорытындылайық. Қорытындылаймыз ба? Ендеше тақтада неке жазылып тұр. Қорытындылау үшін сіздерге керекті тек сөздер. Мен үшін пайдалы болды. Не пайдалы болды бұл сабақта? Немесе мен өз мүмкіндігімді көрсете алмадым. Себебін түсіндіресіздер. Және ұсыныс болса, ұсыныс айтуға болады. Канеке, Тоғжан. Мен үшін Кенжебайдың мейірімділігі, жақсылығы, қамқорлығы пайдалы болды. Жақсы. Тағы да Аида. Мен үшін пайдалы болғаны ол Кенжебай және де өтірік айтуға болмайтынын мен түсіндім. Жақсы. Тағы да айта ғой, Анель. Мен үшін пайда болды ол Кенжебайдың батырлығы және мейірімділігі. Ол жетім балаға көмектескені. Яғни содан үлгі алып отырсыз, иә? Өте жақсы. Аршын. Мен үшін пайдалы болғаны Кенжебай осы жетім балаларға әрқайсысына көмектесіп отыратын. Егер біреу жылап отырса, олар оған қарап ол жыламас үшін оған қасына келіп көмектесетін. Соған қарап бізді үлгі алдық. Үлгі аламыз. Тамаша. Аршын. Қуаныш. Маған үлгі болғаны ол Кенжебайдың жақсылығы мен қамқорлығы болғаны. Ол жетім балаға одан қазіргі замандағы адаммен салыстырғанда жай өтпей, оған қасына келіп, не болғанын бәрін сұраған және көмектескен.